Сәлем достар, бұл видеода аяқ басының және табанның бұлшықеттерін түсіндіремін. Аяқ басының бұлшықеттері бірінші мускулис экстенсор дигиторум бревис бақайларды жазатын қысқа бұлшықет өкшелік сүйектен басталады. Екінші, бесінші ортаңғы дисталды бақайшақтарға бекінеді, яғни екінші және бесінші бақайлардың дисталды және ортаңғы фалангілеріне барып бекінеді екен. Жазу қызметін атқарады. Келесі мускулис экстенсор халюкис бревис үлкен бақайды жазатын қысқа бұлшықет өкшелік сүйектен басталады үлкен бақайдың проксималды бақайшағына. Яғни бізде үлкен бақайда екі ғана фалангі немесе бақайшақ бар, олар проксималды және дисталды. Ал 2-ден 5-ке дейінгі бақайларда проксималды, дисталды, ортаңғы бақайлар бар еді. Мускулис экстенсор халюкис бревис үлкен бақайды жазады. Келесі мускули интероссей дарсалис сүйек аралық сыртқы бұлшықеттер табандық сүйектердің біріне бірі қараған бетінен басталады. Яғни бізде мынаның барлығы табандық сүйектер екінші, бесінші бақайлардың проксималды бақайшықтарына барып бекінеді екен. Енді табан бұлшықеттеріне тоқталамыз. Табан бұлшықеттері 3 топқа бөлінеді: медиалды, латералды және ортаңғы топ. Медиалды топ бұлшықеттері бірінші мускулис абдуктор халюкис үлкен бақайды әкететін бұлшықет, үшінші цифрада өкшелік төмпешіктен басталады, үлкен бақайдың проксималды бақайшығына барып бекінеді, үлкен бақайды бүгеді және әкетеді. Одан кейін мускулис аддуктор халюкис үлкен бақайды әкелетін бұлшықет, яғни бұл әкелетін бұлшықетте екі басты бұлшықет болып табылады. Яғни қиғаш басы, капут обликум, текшелік сүйектен, латералды сына тәрізді сүйектен, екінші, төртінші табандық сүйектердің негізінен немесе базисінен басталады, ал көлденең басы үшінші, бесінші табан бақай буынының капсуласынан. Яғни мынау бізде бақай сүйектері, ал мынау табан сүйектері. Олардың қосылған жерінде табан бақай буыны түзіледі. Солардың капсуласынан және екінші, бесінші табандық сүйектің дисталды соңынан басталады екен. Ал бекінетін орны екі бұлшықетте, яғни екі басы бірігіп, үлкен бақайдың проксималды бақайшығына барып бекінеді, үлкен бақайды әкелу қызметін атқарады. Флексор халюкис бревис үлкен бақайдың қысқа бүккіші. Текшелік сүйекпен сына тәрізді сүйектерден бастауын алып, үлкен бақайдың проксималды бақайшығына барып бекінеді, үлкен бақайды бүгеді. Келесі табанның латералды топ бұлшықеттері, ол кіші бақайға қатысты. Бірінші мускулис абдуктор дигите миними, кіші бақайды әкететін бұлшықет, өкшелік сүйекпен бесінші табандық сүйектен бастау алып, кіші бақайдың проксималды бақайшығына барып бекінеді, кіші бақайды әкетеді. Одан кейін мускулис флексор дигите миними бревис кіші бақайды бүгетін қысқа бұлшықет. Бесінші табандық сүйектен бастау алады, яғни 7-ші цифрада кіші бақайдың проксималды бақайшығына барып бекиді, кіші бақайды бүгеді. Одан кейін ортаңғы топ бұлшықеттері, яғни табан бұлшықеттерінің 3-ші тобы мускулис флексор дигиторум бревис бақайларды бүгетін қысқа бұлшықеттер 9-ші цифрада өкше сүйектің өкшелік төмпешігінен бастау алып, екінші, бесінші бақайлардың ортаңғы бақайшығына дейін барып бекінеді екен. Екінші, бесінші бақайларды бүгеді. Келесі мускулис люмбрикалис құрт тәрізді бұлшықеттер бақайларды бүгетін ұзын бүккіштің сіңірінен, яғни 13-ші цифрада осы сіңірден бастау алады, екінші, бесінші бақайлардың проксималды бақайшығына барып бекиді. Яғни мынаның барлығы бізде құрт тәрізді бұлшықеттер. Қызметі проксималды бақайшықты бүгу, ортаңғы және дисталды бақайшықтарды жазу және бақайшақтарды үлкен бақайға қарай әкету. Одан кейін мускули интероссей плантарис сүйек аралық табандық бұлшықеттер, яғни жаңа аяқ басының бұлшықеттеріне тоқталғанда сүйек аралық сыртқы бұлшықеттерді айтқан болатынбыз, ал бұл табан бұлшықеттерінің ішіндегі ортаңғы топта сүйек аралық табандық бұлшықеттер бар. Басталатын орын 3-ші, 5-ші табандық сүйектердің медиалды қырынан басталады, яғни 6-ші цифрада көрсетілген 3-ші, 5-ші бақайлардың проксималды бақайшағына барып бекиді. 3-ші, 5-ші бақайларды екінші бақайға қарай әкелу, 3-ші, 5-ші бақайлардың проксималды бақайшығын бүгу қызметтерін атқарады. Енді соңғы бұлшықет мускулис квадратус планте, табанның шаршылық бұлшықеті, өкшелік сүйектің медиалды бетімен өкшелік төмпешіктің латералды өсінісінен бастау алады, бақайларды бүгетін ұзын бүккіштің сіңіріне барып бекиді. Яғни мынау бізде осы шаршылық табанның бұлшықеті болып табылады. Бұлшықеттер туралы видеолар аяқталды. Каналға тіркелуді және лайк басуды ұмытпа.